Отбасылық демалыс күнімізден блог. Тауға шығатынымызды бір күн бұрын жоспарлап пицца пісірдім. Оны суытып, турап пакетке салып алдым. Енем, күйеуім, балам төртеуміз шығатын болғандықтан 4 алма және де 4 бананды салып алдым. Екі түрлі магазиннің салаттарды салып жегенге ыңғайлы болсын деп осындай бір ыдыс ала салдым. Пиццалар мен вилкаларды алып алдым. Негізі мен тауға шығатын кезде бір күн бұрын список жазамын, сол бойынша заттарды түгендеп барлығын кезек-кезек алып списоктан өшіріп отырамын. Сіздер де мен сияқты тізім жазасыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Айтпақшы, шай ішкенге деп осындай кекстерді де алып шықтым. Баламның маған махаббаты ашылып, мама менің қасыма отыр деп сөйтіп мені құшақтап осылай отырды ғой. Аюсайдан сәл асып тоқтаған кезде жолдың сол жақ бетінде осылай өзен ағып жатыр. Қараңыздар, өте әдемі ғой. Дәл осы жердің әдемі табиғатын көріп болғаннан кейін Аюсайға қарай келдік. Дәл осы жерге жазды күні келетін болсаңыздар, айналаның бәрі жап-жасыл, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жазғы демалыста келіп көрсеңіздер болады. Баламыз әжесінің екі таяғының біреуін алып осылай шықты ғой тауға. Бұл жердің бір жақсысы тегін сырғанауға болады ғой. Үйіңізден анадай отырып сырғанайтынды әкелсеңіз болды. Мен мына жерде баламды күтіп алып тұрмын. Әкесі ана жақтан жоғары жақтан жіберіп жатыр. Сосын қорбаңдап осылай өзі жоғары қарай көтерілді ғой. Күштілігі сонша, бір кезде өзім сырғанадым, одан күйеуім сырғанады ғой. Сөйтіп осы жерге обедімізді ішіп алайық деп бағанағы үйден алып шыққан заттарымызды төсеп жібердім. Өлә, дастархан алмаппын ғой дедім сосын. Тауға апта сайын бармасаңыз да айына бір рет барып тұруға кеңес беремін. Таза ауа, өте керемет, демалып қаласыздар. Таудан қайтып үйге келген соң біраз демалып, содан соң кафеге бардық. Қандай кафеге барғанымызды келесі видеоға салатын боламын. Всем пока!